шілденің 10-ы біздің өзіміздің сүйікті каналымызға келдік. Орнымызға кішкене жел тұрып тұр, жақсы. Мақса шылын жерге жемейді. Сағат 12:30 бір болды ғой деймін. Қазір жаймен бірінші дайын қармақтарын салып жіберем да, сосын мына жерде жүгерімен кормить ете бастаймын. Бір өзім келдім бүгін. Бұйырса бір нәрсе. Бір күн қонам. Біраз балық ұстаймыз деген үміттемін. Бүгін жаңа камера, жаңа түсіретін боламын. Ал кеттік. Балыққа келген кезде мынандай бір ырымы бар ғой. Ең бірінші суға подсак саламыз. Подсак салғанда да жай ғана салып қоймаймыз. Балық кіші үлкен күтеміз сені деп подсак, ең бірінші подсак шығару керек. Осындай ырымы бар. Күн қатты ысып тұрған жоқ, жақсы бір жел тұрып тұр, әдемі болып тұр негізі. Кеттік. Ары қарай менің крокодилдарым дайындап қойған бәрін. Біріншісі міне мынандай 150-лік қорғасын, 2 крючок, антизакручивательдермен. Крючоктардың размерлерін білмеймін, мынандай сазанға арналған. Мынау сен сәл кішірек бұны карась-марастерді жейді. Мынандай саусақта. Мынау кішкене үлкенде. Енді фрикцион босатылған. Жұмсартып қою керек сазан. Үлкендеуіне шлаушан салайық та. Шлаушандар нашар. 250-350-ге ме сатып аласың осыны. Алда осы арасында огородты қазып здоровыларын таңдап аласың. Шлаушан. Ана жерде магазинге енді мәйде шүйделердің өзі. Жоқ қоямыз. Қашып кетеді. Енді апарыш. Көректі қайсысы неге? Алдыңғы жол келген кезде осы жерден 4 сазан алып кеткенбіз. Және 3 сұғыт болды.
Сазандар стандарт. Эленің стандарт. 1 килограмм, 1,5 килограмм. Сазандар. Бір сот ден жаман қатты клевать етеді. Қармағым жерге жатқызып тастаған. Сол үлкендеу болды ғой деймін деген подозрениедамыз. Жұлып кетті ғой қармағыммен бірге, мынандай несімен бірге. Мұрчоқтарының бәрін, короче, жұлып кетті. Көрейік. Біріншісі кетті. Қатты алысқа емес, ортасына қарай бүйтіп лақтырамыз. Кетіп баратыр. Так. Мына мен өзім жасайтын жүгері броженный дейді ғой, пьяный дейді, броженный дейді. Өйстіп қайнатып, ашытып алам. Короче, андай алкоголь жасайды ғой, сол сияқты бродить етеді. Азыр. Соны несінен аузынан шықпайды дейін. Бүйтіп кеспесе. Баклажканы жалко, конечно. Иіс деген андай ғой. Осымен закармливать етеміз. Ашып тұрған қыжылдап. Осыны қазір неге арасынан әдемілерін теріп алам да, бұны да крючокқа салам. Біреусі магазинский қойдым. Магазиннен қазір көрсетем оны. Өткен жолы жақсы көрсетті өзін. Соған бір 3-4 сазан ұстадық қойым. Магазиндікіне. Мынаған да жақсы келеді. 3-ші қармақ. Өзімнің жүгерім салам бұған. Кішкентай. Мынаның крючогы кішірек екен. Үлкен біреуін аламыз да. Шыбын жеп жатыр. Төмен жақта онша жел тұрмайды. Төмен жаққа түссең бітті. Шыбын жей бастайды. Крючоктар кішкентай, бірақ мынандай каленный крючоктар ұстайды. Сазан смело. 1,5-2 килограмм, 3 килограмм сазан смело тартады. Осылай. Ал кетті үшіншісі. Мынаны ар жағына барып, басынан закармливать етем. Мына жерде өзім жүгерім тұр. Үшінші. Мына жерде міне магазиннің мынандай кукуруза желтая насадки, конопля дейді. Осындай магазиннің кукурузасы. Екіншіде, алма біріншіде не тұр? Апарышпен шлаушан кормить етеміз енді. Мына жаққа қарай лақтырам. Деп пока ағып түбіне түскенше мына жақтар как раз не алады. Осы жерден тұрып лақтырамыз.
кашта. Түнге калдыруу керек, түнде. Жақсы клев болады деген ойдамын енді. Көреміз бұл жерден. Майда болса да балықсыз қайтпайсың әйтеуір. Карась, марась ұстаушы едік. Так, тағы бір үлгісін дайындадым, бірақ мынандай өзендер пайдаланатын әдіс қой, мынаны көрейін енді осы жақта да. Мынандай жүздік груз. Мына жерде мына прикормка арбузикта. Одан кейін мынандай поводок. Мынандай тигровый орех. Бұл чисто сазан, үлкен балыққа арналған. Кішкентайлар жей алмайтын. Сазанға арналған ғой, короче. Вот. Бұны ең арғы жағына қарай лақтырамыз енді. Осындай тағы біреуін лақтырам. Екіншісін. Примерно мына жерден бастап. 2, 3, 4, 5. Мына жақты лақтырайық. Қарма жұлып кетіп жүрмесін. Көрейік бұнытта. Вдруг именно осыған сазан түседі. Кішкене арыға лақтырам. Orada kiyгізем. Фрикцион бар. Кішкене тартып қойыңыз. Мынандай, міне бесінші қармағым. Мынандай силиконовый жүгері сияқты, разноцветный. Китайдан заказ бергем, Алиэкспресстен. Міне арбузикке прикормканы жақсылап забивать етеміз. Грамм грузик. Соңғы қармағым. Қармақта бар ғой, просто 5 жетеді. Әрқайсың мына жерге бәрін сала бергеннен пайда жоқ. Малек көп биыл, жақсы, малек жақсы. Жақсы нерест болған ғой. Биыл жаңа уылдырық шашатын кезде жестко гонять етті ғой бәрін. Так, мына жерден осы жерге болады. Қатты жүгіріп жүрмейтін дейді. Екі қолдап тұтықпасаң кірмейді. Лақтыра берейін шар жаққа қарай. Бір-бірімен шатасып кетпесін. Бүйтіп қоямыз. Болды, енді күтеміз. Күтеміз болғанда тағы кішкене тамақтандырып жіберейін. Менің волшебный
жүгерім, пьяный, броженный, кукуруза. Кукурузадан. Жаймен келет астыдан иісіне, осының иісіне. Қолым алып қойған. Болды сонымен күтейік. Сағат деген 5:30 деп отыр. 3 рет лақтырдым уже қайтадан. Балдырлар көп болып кетті, слишком мына жақта. Короче, балдырлар не қылады да, бүйтіп лескаға ілінеді да, сол ағыммен бүйтіп барып тура наживка тұрған жерге жиналып, мен наживканы көрмей қалып жатыр ғой, короче. Кішкене тамақ ішіп алайын. Холодильнигін көрсетейін, мынандай. Ішінде пенопласттың коробкасы. Сыртында мынандай пеноплекспен, скотчпен андай скотч, короче, ыстыққа шыдайтын деген сияқты. Тамақ ішіп алмасам қарным ашып кетті. Мына жерде не бар еще? Көрдіңіздер ма, уже қанша 5-6 сағат болды, мұз болып тұр мынаның ішінде. Суық ұстайды, жақсы ұстайды. 1 сутка, 2 сутка смело ұстайды. Енді 2 сутка емес. Мына жерде міне маринад бар. Мангал кешкісін шашлык жарып жеймін. Қазірше бір помидор, бір огурцы. Бір кусок нан жесем болды, жетеді, бір кусок аласайын. Шашлык. Күн ыстықта қатты тамақ батпайды. Жауып қоймыз бүйтіп. Ештемелер болмайды. Жақсы ұстайды. Каналарды қайта лақтырайық. Қазір көрсетемін. Балтырлар деген. Ұстатпай жатыр ғой. Кәдімгідей балықтың өзінің балдыр ұстап. Үстіп барып анаған тақалады да, бүйтіп менің наживкілерім көрінбей қалады осылардың астынан. Майда шүйделер жеп жатыр ғой. Саушаны жеп құттым шу. Айттым ғой, бір нәрсе жеп жатыр деп. Тағы да бір майда бір нәрсе отырып алды. Майда болып кетті ме, бір нормальный қарастырып жүрсек. Уже бағаналадан кішкене.
бар. Кішкентай карась. Бағанағыдай кішкентай. Күн батайын деп жатыр, мыналарды қайта бір лақтырып шығайын. Карась. Карастан карасқа бар ғой. Қандай.
сылдырлап жатыр. Көрейік не бар екен. Сол баяғы карась, блин. Кішкентай. Уже 6 болды ма карась? Карась 6 болды. Сазан что-то үндемей жатыр. Сазан тым-тырыс. Не ондай болып жатқан. Уже түнгі сағат 1 болайын деп жатыр. Уақыт келді. Бұлттанып кетті күн. Біресе былай, біресе былай. Жел біресе былай тұрады, былай тұрады. Ол да әсерін береді ғой. Шыбын деген мына жақта машкара болып жатыр ғой, машкара. Кішкене үлкенірек қылып екеу болып салмасам. Карастың кезі. Жүгеріге де карась болып кетті. Малек толған, көрінбейтін шығар камераға. Толы, кішкентай малектер. Түнгі сағат 1-ден асып отыр, мен болсам тамақ ішіп алайын. Қарны ашып кетті. Андай не жағып қойдым, что-то машина ішіне маса кіріп кетті. Жаңа бір рет үйтіп жағып шығарып тастаймын, бәрін қайтып кіріп кетті. Поклевка жоқ. Түнгі сағат 1, мен болсам шашлық жасап отырмын. Қарны ашып кетті. Ертең жасайын ба деп ойлап едім. Шыдай алмай кеттім. Так, мынандай ас болды. Білмеймін, пісті ма, піспеді ма. Ыстық нәрсе шикі болмайды деген сөз бар ғой. Жату керек, күші сағат 2 болып кетті.
Assa. Бүйтіп мен ұстай алмаймын бүгін. Бұндай болмаушы еді. Нем бар? Бұл жүгері көрінбейді мынаның арасынан. Балықты ұсталмайды. Содан кейін осындай болып отқан бүгін. Так. Таңғы сағат 5:30. Біздің қармақтар балтырлардан басқа ештеңе ұстап жатқан жоқ. Карасиктер 5 карасик болды. Үлкен бір карасик шығып кетті. Бүгінде кішкене бола тұрамыз енді. Ух ты, балық бар сияқты ма? Мына жерде балық бар сияқты. Или балтыр ғана ма? А, балық бар, прикинь. Ух ты! Это что? Ал, сазанчық қой. Кішкентай сазанчық қой. Қалай шырылдамайды бұлар? Түсінбеймін мен бұлар. Сазан деген әшінде жұлып алушы еді, колокольчикті. Бәсі шетке алып кетті. Опа, все-таки дождались одного сазанчика. Кішкентай, конечно. Но уже сазан бар. Уже сазан бар. Уже сазан бар. О, мощный сазан. Блин, балық. Бірінші сазан бар. Килограммда шықпайды, 800 грамм ба сондай. Ерте тұрғанымыз жақсы ұтты. Так, қайтып заряжать етеміз онда. Ё-мо, қайтпайтын болдым мен үйге. О, азан мен настроением көтерді ғой бұл. Жақсы ғой бұл деген. Яқып колокольчик ойнамай жатыр, қоңырау. Мен соны түсінбей жатырмын. Кетіп қалды ма? Yok қалды. Ух, карась. Сразу карась алған ба? Салғаным қазір ғой. О, мынау нормальный карась. Но уже... Тихо, 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 тихо. Но уже добротный карась. Тихо. Вот, осындай карастар стоит. Таза қуыратын карась қой мұны. Так, санайтын уақыт келді. Барлық қармақтарын жинап қойдым, машинаны жинап қойдым. Екі сазан қазір көрейік санайық енді. Ең қызықты жері ғой. Тыныш.
екі сазан. Майда карасиктер. Мына бар енді совсем кішкентай. Не қуырып жей алмайсың. Титіндейлерді жібере саламыз. Давай. Дуй. Так. Не қалды? Мынау нормально. Қуырып жеуге болады. Мынаны болады қуырып жеуге. Так. Бұл қалғандарынан олайын совсем. Короче, екі үлкен карась. Екі кішкентай сазан алдық. Мыналарды жібере салайық. Сонымен мынандай екі карась алдым міне. И мынандай примерно 800 граммдық сазан бар. Тыныш. Мынасын әдемісін қараңыздар. Қып-қызыл нелермен. Что-то шулап кетті ғой. Бетіне мынаны қоя салайын да. Ары бері секіріп кетпесін қазір машинаның ішінде. Машинаға барам дегенше де. Болады, нормально. Главное, жақсы дем алдым. Балық бар. Чисто өзіме қуып жегенге. Болды, ештеме қалдырған жоқпын. Мусордың бәрін жинап кеттім, көріп отырсаңыздар. Міне 1 грамм ешқандай мусор қалдырған жоқпын. Мына жерде мусордың бәрі. Бүгін свежий балық жейтін болдық қой. Ұйқы қысып тұр. Жөнді ұйықтамадым. Жолда қатты ұйқы қысып алса бір көлеңкеге тұрып 1-2 сағат ұйықтап алам ба? Қатты қысып атса. Өйткені за рулем трассада бір өзің ұйықтап кетуі мүмкінсің. Сол үшін рисковать етудің қажеті жоқ. Ал, қызық болды деп ойлаймын. Каналға жазып қойыңыздар. Жаңадан бастап жүрмін. Алда көптеген видеолар болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тағы да бір көрсетіп кетейін. Мусор қалдырған жоқпын ешқандай айналамда. Бәрін тазалап кеттім. Біреудің де мусорым, өзімнің де мусорымда. Табиғатымызды сақтайық. Тазалық сақтайық. Келесі жолыққанша сау саламат болыңыздар.